Біреулер бұрынғы қазақтар ақ құба өңді, сары шашты болған дейді. Ол қазақтар қазір қайда кеткен? Бұл сұрақ біраздан бері ел аузында. Әсіресе соңғы жылдары бұрынғы қазақтар түгел сары, моңғол тектес болған, немесе нағыз қазақ түрік тектес, ақ құба келген деген пікірлер көп айтыла бастады. Ал шын мәнінде кім едік? Қайдан шықтық? Бүгін соны тарқатып көрейік. Қазақ халқы бір ғана тектен тараған этнос емес. Бұл ғылым дәлелдеген дүние. Біз Еуразия даласын мыңдаған жылдар бойы мекендеген түркі, моңғол, Иран, славян, сақ, скиф, массагет, үйсін, қаңлы, арғын, найман, қыпшақ секілді ондаған тайпа мен ұстардың ұрпағымыз. Қазақ халқы этникалық бірегейленудің алып лабораториясы. Біздің қанымызда Батыс Еуропада, Шығыс Азияда, Орта Азияда, Сібірде, Алтайда бар. Мысалы, ежелгі үйсіндер туралы Қытай жылнамаларында былай жазылады: үйсіндердің билеушісі ақсары шашты, көк көзді адам. Ал оның халқы қызыл шырайлы, ақ жүзді, сымбатты келеді. Бұл қытайлық шежірелерде кездесетін өте көне сипаттама. Демек, үйсіндер арасында еуропеоидтық белгілер басым болған. Бұл бұрынғы қазақтар сары болған деген пікірді қолдайтын бір дәлел. Ал енді Керей мен Найман руларына көз салайық. Олар моңғол тектес тайпаларға жақын. Кейбір наймандар мен керейлердің беті жалпақ, көзі қысыңқы, терісі сарғылт, бұл да тарихи шындыққа сай. Демек, қазақтың түрі моңғолға жақын болған дегенде негізсіз емес. Қыпшақтар ше? Олардың атауы Еуропаға дейін жетіп Каман немесе Половцы деп аталып кеткен. Қыпшақтар қоңырқай өңді, қалың қасты, ашық түсті көзді жауынгерлер еді. Олар Украина мен оңтүстік Ресей далаларын мекендеді, яғни славян халықтармен де араласты. Сондықтан қыпшақтардан тараған қазақтар қоңыр көзді, тік мұрынды, қалың шашты болуы мүмкін. Бір қызығы, археологиялық зерттеулер де осыны растайды. Қазақстан жерінен табылған көне қорғандардағы сүйек қалдықтары мен дың зерттеулері қазақтардың ежелгі генетикалық құрылымын анықтады. Олардың айтуынша, қазіргі қазақтардың дыңсында 35%-дай шығыс азиялық, яғни моңғол тектес, 45%-дай батыс еуразиялық, яғни еуропеоид белгілер бар. Ал қалғаны түрлі тайпалардан, яғни аралас генетикалық элементтер. Басқаша айтқанда, қазақтың түрі өзі тұрған жердің географиялық және тарихи жағдайына тікелей байланысты қалыптасқан. Мысалы, Жетісуда өмір сүретін қазақтар ақ құба, тік мұрынды, бойшаң келеді. Ал сыр бойындағы Қызылорда немесе Түркістан қазақтары қоңырқай өңді, сарғыш, кейде жалпақ бет, қысық көзді болып келеді. Бұл табиғи процесс. Бірақ неге қазір кей адамдар нағыз қазақ тек моңғол тектес болған дейді? Бұл көбінесе ғасырдың басында пайда болған тарихи интерпретацияларға байланысты. Кеңес дәуірінде қазақтардың шығу тегін барынша шығысқа жақындату, ал түрікпен, парсы, славян тіпті еуропалық ықпалдарды жасыру үрдісі болды. Сол кездегі кейбір тарихи еңбектер қазақтарды моңғол нәсілінің тікелей жалғасы ретінде көрсетуге тырысты. Алайда бұл бір жақты көзқарас. Себебі қазақтар мыңдаған жылдар бойы түрлі этностармен араласқан, кең даланы мекен еткен жауынгер, көшпенді, саудагер, данышпан халық. Әр тайпаның бет бейнесі, тілі, дәстүрі мен діни түсінігі түрліше болған. Бұл алуан түрлілік қазақтың нағыз байлығы. Қазірде бір үйде бір бала сары шашты, көк көзді болып туып жатады, ал екінші бала қара шашты, қара көзді, қоңырқай өңді. Бұл генетикалық кодтың мыңжылдықтар бойы жинақталған көрінісі. Тағы бір қызық дерек, қазақтардың арасында кездесетін генетикалық бір А тобы славян халықтарына тән. Бұл да қазақтар мен славяндар араласқанын көрсетеді. Ал 3 тобы Шыңғыс хан ұрпақтарына тән белгі. Ол да бізде бар. Демек, біз шынымен де түрлі нәсілдердің қиылысқан ұрпағымыз. Қорытындылайық, бұрынғы қазақтар сары болған ба деген сұраққа бір ғана жауап жоқ. Иә, кей рулар сары шашты, көк көзді болған. Иә, кей рулар қысық көзді, сарғыш өңді болған. Бірақ олар барлығы қазақ деген алып ұлыстың бөліктері. Бүгінгі қазақ солардың ұрпағы. Сол себепті әр қазақтың түрі әр түрлі болуы бұл әлсіздік емес, керісінше тарихи байлық. Біз бір тектен емеспіз. Біз бір тағдырданбыз. Бет әлпетіміз бөлек болса да тіл мен жер, салт пен дәстүр біріктірген халықпыз. Нағыз қазақ өз тарихын білетін, өзінің ата-бабасының көпқырлылығын мақтанышпен айта алатын адам.